Олай болса төменге түс, екеуміз бірге жолдас болып барайық. Азыр менің төменге түсуге қолым тимейді. Мен ұйықта жатқан жолдастарымды ауғанбас жұмыс істеуге шақыруым керек. Сен де біздермен жұмыс істеген келсе, ана бір жердегі үйге бар. Сол жерде біздердің бастығымыз күтіп отырыпты. Онда көп тауықтың үстіне түсетін болды ма? Сен қазір бара бер, мен сенің ізіңше барамын. Мына жерде тазы жатыр ғой, сонда мені алдаған ба? Ілтимас, бір ауыз сізге айтатын арзым бар. Ілтимас, тезірек айт. Мені мына қоңсымыздың қоразы ауқымасы жұмыс істеуге шақырып еді. Қораз айтты, бастығымызға тез жет деді. Сен көп кешіріпсің деді. Соның үшін мен тез асығып келтірген едім. Сені жіберген қоразға рахмет. Менің төсегімді тозып тұрғанын біліп, сені менің алдыма жіберген екен ғой. Осы қораздардың басшысы мен боламын. Иманлы болғайсыз, мені жібері. Ажнез атындағы Нөкс мемлекеттік педагогикалық институтының 2-ші курс магистранты Зұлқымар Құрбаниязованың басшылығында өткеріліп атырған бұл жойбар жұмысы біз мектеп оқушылары үшін жүдә ахметлі. Бұл жойбар жұмысында 3 түрлі халық ертеклері сахналастырылды. Һәм өз қабілетлерімізді сынап көрдік.